Қайырлы күн. Бүгін бізде кезекті эксклюзив сұхбат. Бізде қонақта теолог, дінтанушы, ұстаз Нұрлан Байжігітұлы. Қош келдіңіз аға. Қош болдық. Енді аға, бүгін Жамбыл облысына іс-сапармен келдіңіз. Әлеуметтік желіде жастармен кездескен видеоларыңыз тарап жүр. Енді бүгінде әулиеаталық жалынды жастармен кездесуге келдіңіз. Жалпы облыстарды аралап жастармен кездесудегі мақсат қандай? Бұл идея қайдан шықты? Ассалаумағалейкум, құрметті Тараз халқының жастары, мұсылмандары, көпшілік қауым, бауырлар, отандастар. Тараз өзі тарихымыздың темірқазығы, ұлы жібек жолының бойы, халықты шоғырландыра білген ұлы бабаларымыздың жатқан, мекен тапқан тұрағы. Сондықтан осы жерде өренді жастар, үлкен ғұламалар шыққан бұл мекенге келуіміздегі мақсат осы өзіңіз айтқан бастап келе жатқан біраздан бері жастарменен сұхбатымызды осы жерде жалғастырсақ деген ой болды. Өйткені негізі жастар бұл мемлекеттің, келешектің бағыты, күші осы жастарда. Жастар өзі қоғамдық пікірді қалыптастырып, жастар мемлекеттің саясатын бір түбегейлі өзгертіп, немесе бір арнада тұрақтауының бірден бір көрсеткіші жастар болады. Сондықтан жастар бір қалыпты болса, онда мемлекет тыныш болады. Сондықтан осы жастарға өзім бұрыннан TikTok желісінен шыққанымда сол жастар болды. Өйткені жастарға жақын болайық, біз шынымен де жастардан ұзаққаппыз. Өйткені ақсақалдар, үлкен кісілер, апа әжелерменен енді алыспасақ та солармен жұмыс жүргізе беріп, жастар шеттеліп қалды бізде. Сондықтан осыны сол олқылықтың орнын толтыру үшін жастарға бет бұрдым. Өзіндік бір жемісі бар. Көп жастардың өмірге деген көзқарастары, жалпы руханиятымызға көзқарасы өзгеріп жатыр. Сондықтан осының жалғасы.